Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін түскі асқа осындай чебуреки дайындадым. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте қарапайым рецепті. Осындай тартылған етімізге пияз, тұз бұрышымызды салып, нанымызды илеп, осылай алдын ала дайындап алдым. Осындай бөліктерге бөліп алдым. Осылай күнделікті үйге жасауға осындай көлемде жасасаңыздар болады. Менде тартылған ет, пияз және тұз бұрыш, кішкене су қосамын. Фаршымыз құрғақ болмау үшін, әрі сочный болып шығады піскен кезде чебурекиіміз. Сол себепті кішкене 50 грамдай су қоссаңыздар болады фарштарыңызға. Нанымызды осылай барлығын жайып алдық. Енді фаршымызды салып, тартылған етімізді салып түйіп шығамыз. Наны өте жұмсақ әрі жұқа болған маңызды чебурекидің. Өте дәмді, сочный болып шықты, қыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецептісін описанияға қалдырамын. Өте қарапайым рецепті. Осылай міне барлығын жасап түйіп шықтық. Менде мұнда пісіргенім, менде видеода түспей қалған. Міне уже чебурекиіміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі жұқа болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай мен өткенде жапқан аджикаменен дастарханға ұсындым. Аджикам парақшамда бар, қарап өтсеңіздер болады. Лайк басып, тіркеліп кетейік достар. Назарларыңызға рахмет.